Бүгінгі сабақтың тақырыбы мектеп білімінде азаматтық құқықтық сауаттылықты оқытудың заманауи тәсілдері, азаматтық құқықтық сауаттылықты оқытуға арналған заманауи білім беру технологияларын пайдаланудағы құзыреттерді дамыту. Бүгінгі сабағымызда азаматтық құқықтық сауаттылықтың маңыздылығын түсіну және оны мектеп бағдарламасына тиімді түрде оқыту үшін қажетті құзыреттерді дамытуға назар аударылды. Сабақ барысында азаматтық құқықтық сауаттылықтың негізгі ұғымдары мен азаматтардың құқықтары мен міндеттерін түсіну және құрылымдау әдістері қарастырылды. Сабақтың негізгі мақсаты азаматтық құқықтық сауаттылықты оқытуға арналған заманауи білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқушылардың ақпаратты құрылымдай алу қабілеттерін дамыту болды. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін түрлі интерактивті әдістер қолданылды. Тыңдаушылар инсерт кестесіне сәйкес дәріс барысында бұрыннан білетін және жаңа алған мәліметтерін жазып, өз білімін жүйеледі. Сабақ барысында әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылды. Топтық жұмыс кезінде VR әдісі арқылы азаматтық құқықтық сауаттылықты дамыту тапсырмалары құрастырылды. Бұл әдіс арқылы тыңдаушылар топта ынтымақтаса отырып, тақырыпты тереңірек талқылап, әртүрлі көзқарастарды тыңдай алды. Осылайша әрбір тыңдаушының жеке пікірін білдіруге мүмкіндік берілді. Жеке жұмыс кезінде еркін микрофон әдісі қолданылды. Ол арқылы тыңдаушылар азаматтардың негізгі құқықтары мен міндеттерін оқытудың тиімді стратегияларын анықтауға тырысты. Бұл әдіс тыңдаушылардың өз ойларын еркін және ашық түрде айтуына мүмкіндік берді. Сондай-ақ өзара талқылау арқылы білімдерін кеңейтті. Сабақтың барысында Google Sheets арқылы топтық жұмысты ұйымдастырып, интерактивті тапсырмалар орындай отырып, тыңдаушыларға скриншот жасау және оны топқа жіберу сияқты жаңа дағдыларды үйреттім. Осылайша тыңдаушылар заманауи құралдар мен технологияларды пайдалану дағдыларын меңгерді. Сабақтың соңында кері байланыс алу үшін қызық, қиын, құнды әдісі қолданылды. Бұл әдіс арқылы тыңдаушылар сабақтың қандай аспектілерін қызық деп есептегендерін, қандай қиындықтар туындағанын және сабақты қаншалықты құнды деп бағалағандарын білдірді. Кері байланыс арқылы сабақты жетілдіру бойынша ұсыныстар айтылып, оқу үдерісін жақсарту үшін қолданылатын әдіс-тәсілдер анықталды. Бұл сабақта азаматтық құқықтық сауаттылықты оқытудың заманауи тәсілдері мен білім беру технологияларының тиімділігіне көз жеткіздім. Сабақтың тиімділігі тыңдаушылардың белсенділігі мен ынтасы арқылы байқалды және ол оқу үдерісіне оң әсерін тигізді.